23 деректер қорында books кестесін құру үшін жазылатын дұрыс командалар жолын анықтаңыз. Так, өте жақсы, мына жерде деректер типтерін білу керек. Біз мынандай SQL-дағы деректер типін өте салайық. Varchar немесе char екеуі текстқа қатысты, то есть мәтінге. Негізінде символдарға қатысты, по идее. Ну ладно. Дальше бізде сандарға қатысты int. Это сан, бүтін сан. Допустим, там 5, 6 бүтін сандар, иә. Дальше float деген бар. Ол бізде нақты сан, то есть үтірі бар сандар. Нақты сан. Сосын основнойлардың ішінен bool бар. Bool бізде логикалық. Логикалық дегеннің ішіне бізде тек қана true, false дегендер кіреді. Ну и вот, біз мына жерден қарасақ болады. Мынау кітап ID деген, оның ішіндегі ақпарат это бүтін сандар, значит бұл int. Мынау менде символдар болған соң бұл varchar. В принципе, мынау тоже varchar болып саналады. Өйткені символдардан тұрады, а мынау бізде int болу керек, деректер типі бойынша. Енді бірінші қараймыз. Create table books дейді. Books деген таблица. Хорошо, барлығында бірдей, поэтому понятно. Мына жерде кітап ID bool деп тұр. Сразу қате, поэтому мына вариантты уже қарастырмаймыз біз. Келесі, мына жерде кітап ID integer деп тұр. Окей, классно. Integer деген екеуі еще бір зат. Дальше кітап аты varchar, то есть 20 символға дейін, то есть 20 символға дейінгі любой символдарды жаза берсек болады. Хорошо, мынау келеді. Авторы varchar дейді. Тоже келеді и бағасы integer келеді, иә. Так, енді басқаларынан қателікті таба салайық біз. Мына жерде қарасаңыз, біз опять bool болып тұр, иә. Еще кітап ID 2 рет қайталанып тұр екен, поэтому сразу минус. Потом мына жерде кітап ID integer и кітап ID деп тұр. Опять 2 рет жазылып тұр. Поэтому бұл минус, иә. Вот, осылай. Так, сөйтіп біз бұл